Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Егер осы хабарды толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Қара бетперде киген жұмбақ жігіт 5 баласы бар мүгедек әкені тағы қуантты. Бұл туралы жақсылық жасап жүрген жігіттің өзі айтты. Бүгін біз Алланың қалауымен, өздеріңізде жанашыр жандардың қолдауымен сол отбасыға жаңа көлік пен баспана сыйлаймыз, дейді аноним жігіт. 5 баланың әкесі Арман Шымкент қаласында тұрады. Кіші баласы туа бітті жүректің ауыр дертіне шалдыққан. Ал өзі осыдан бірнеше жыл бұрын көлік апатына ұшырап, аяқ-қолы сынған. Қазір екінші топтағы мүгедек. Тағдырдың қиындығына мойындамаған Арман мүмкіндігі келгенше бала шағасын асырап жүр. Жеңіл көлікті 6000 теңгеге жалға алып, такси болып қызмет етеді. Өзі қаладағы бір бөлмелі пәтерде 50 000 теңгеге жалдап тұрады. Әйелі үйінде балаға қарайды. Сіздер келгеннен кейін Астанаға барып келдік. Баламның отасы шамамен тамыз айының ортасында жасалады. Сіздер барынша көмек беріп жатырсыздар. Алла разы болсын сіздерге. Осы балам жазылып кетсе болды. Басқа ештеңе керек емес, дейді Арман.